Кейде бізді мақтап тұратын, күліп қарсы алатын, жақсысың дейтін адамдар бар. Бірақ солардың кейбірі іштей сізді жек көруі мүмкін екенін білесіз бе? Олар ешқашан бетіңізге айтып айқайламайды, қарсы шықпайды, тіпті дос сияқты көрінеді. Бірақ сіздің әр жетістігіңіз олар үшін ішкі соққы, сіздің қуанышыңыз олардың ішкі ашуы. Бүгін мен сізге сізді іштей жек көретін адамның 6 айқын белгісін айтамын. Мүмкін бұл белгілерді сіз өзіңіздің жақын ортаңыздан байқап отырған шығарсыз. Бірінші белгі – жетістігіңізді кішірейтіп көрсетеді. Сіз бір жаңалық айтасыз. Мен жаңа тұрмысқа шығайын деп жатырмын деп. Немесе видеом өтімді просмотрлар жинады, немесе бір нәрсеге қол жеткіздім деп. Ал ол адам былай дейді: қазір ондайды кез келгені істей алады ғой. Мұнда ерекше ештеңе жоқ. Саған жолың болды просто деу мүмкін. Бұл ішкі жек көрінішіліктің бірінші сигналы. Өйткені адам сізді шын қолдаса, қуанады, шабыттанады, мақтан етеді. Ал іште жек көретін адам сізді төмендету арқылы өзін тынышталдырады. Екінші белгі – сіз қуанып отырғанда ол суық. Назар аударып көрдіңіз бе? Сіз бір нәрсеге шын жүректен қуанып отырсыз, ал ол көзін тайдырады, үнсіз қалады, тақырыпты ауыстырады. Іште жек көретін адам сіздің қуанышыңызды көтере алмайды. Өйткені ол қуаныш оған мен сенен артта қалып бара жатырмын деген ойды еске салады. Сол себепті ол сізді тыңдамайды, эмоцияңызды бөліспейді, кейде тіпті әдейі көңіл күйіңізді бұзады. Үшінші белгі – сізді басқалардың алдында әжуалап ұялтады. Бұл белгі өте қауіпті. Ол адам жеке қалғанда жақсы жайдары күліп сөйлейді, ал көптің арасында кемшілігіңізді айтады, әлсіз жеріңізді қозғайды, әзілі шаншып тұрады. Ол ондай ғой өзі, мынаны істей алмайды деп айтуы мүмкін. Бұл жасырын агрессия. Іште жек көретін адам сізді биік көргісі келмейді, абыройлы көргісі келмейді. Сондықтан сізді басқалардың көзінше түсіруге тырысады. Ал енді төртінші белгі – артыңыздан сөйлейді, бірақ бетіңізге айтпайды. Бұл адамдардың ең қауіпті түрі. Олар бетіңізге ештеңе демейді, бірақ сыртта сіз туралы ақпарат таратады. Кейде сізге маған біреу айтты деп келеді. Негізі сол әңгіменің бастаушысы өзі болуы мүмкін. Іште жек көретін адам сізбен ашық күресе алмайды, сондықтан көлеңкеден соғады. Ал енді бесінші белгі. Сіз қиындыққа түскенде іште қуанады. Сізде проблема болды. Сіз қиналып жүрсіз. Ал ол адам тып-тыныш, жарайды дей салады, көмектесуге асықпайды. Неге? Себебі өйткені, яғни іште жек көретін адам ақыры өзі де қателеседі деп ойлайды. Бұл ең ауыр белгі. Себебі бұл адам сіздің сүрінуіңізді күткен. Ал енді алтыншы белгі. Өзіңізге сенімділігіңізді жоюға тырысады. Ол сізге ашық қарсы шықпайды, бірақ күмән салады, қорқытады, сенімсіздік тудырады. Сен оны істей алмайсың, бұған әлі ерте, саған қиын болады деп. Бұл сөздер қамқорлық сияқты естіледі, бірақ шын мәнінде бұл тоқтатудың амалы. Сізді іште жек көретін адам сіздің өскеніңізді емес, тоқтағаныңызды қалайды. Ең қорқыныштысы, іште жек көретін адамдар жат емес, олар туыс болуы мүмкін, дос болуы мүмкін, тіпті ең жақын адамда болуы мүмкін. Сондықтан бір нәрсені есте сақтаңыз. Сізге шын тілеулес адам сіздің қуанышыңызды бөліседі, ал іште жек көретін адам оны өшіруге тырысады. Егер осы белгілердің бірін байқасаңыз, шекара қойыңыз, бәрін бөлісе бермеңіз, энергияңызды қорғаңыз, себебі сіздің өсіп жатқаныңыз бәріне бірдей ұнамайды. Осымен достар, біздің видеомыз аяқталды. Видео сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, және де осындай адамдар айналаңызда бар ма, соны комментарийде жаза кетсеңіздер де болады.